Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін үй жағдайында дәл осылай лапшадан немесе қатырылған наннан дәл осындай тағам дайындайтын боламыз. Кешкі асқа не жасарыңызды білмей ойланып отырсаңыз, дәл осы тағамды жасап көріңіз. Ол үшін алдымен көкөністерімізді жақсылап аршып алатын боламыз. Мен пияз және сәбіз, картоп қосамын. Барлық көкөністерімізді жақсылап тазалап жуып алдық. Енді турап бастаймыз. Ең алдымен етімізді өз қалауларыңыз бойынша тураймыз. Етімізді турап алдық. Енді көкөністерімізді тураймыз. Пиязымызды дәл осылай сақиналап, жіңішкелеп турап шығамыз. Одан кейін перецті, картопты, сәбізді барлығын жақсылап турап аламын. Енді қызып тұрған табамызға майымызды құйып, етімізді жақсылап қуырып бастаймыз. Одан кейін кезегімен сәбізімізді, картопымызды салып, барлығын жақсылап қуырамыз. Етіміздің сөлі шығып, біткенге дейін жақсылап қуырып алыңыздар. Дәміне қарай тұз бұрышымызды салып, барлығын жақсылап қуырамыз. Томат пастасын өте көбірек қуырған дұрыс, себебі бізде қышқыл дәм бермеу үшін томатты майға жақсылап қуырып жіберсеңіздер, тамақтың дәмі ерекше болады.
Жақсылап қуырып болдық. Енді суымызды құйып 20-30 минутта пісіреміз. Одан кейін ең соңында картоп бізде езіліп кететін болғандықтан кішкене сәбізі еті пісетін уақытта картопымды саламын. Одан кейін картопымызды пісіріп алғаннан кейін пісуге бір 5-10 минут уақыт қалған кезде қамырымызды, қатырылған нанымызды немесе кез келген нәрсені салуға болады. Мен қазір мына жерде су қайнап жатыр. Енді мен картопты салып пісіріп алатын боламын. Картопымызды саламыз жақсылап. Біздің картопымыз да уже пісіп қалды. Енді осылай қамырымызды салатын боламыз. Бұл қамыр кез келген тағамнан артылып қалған қамырларды қатырып қоясыз ғой. Соларды салсаңыз болады, немесе осылай дайындалып жағын салсаңыз болады. Осылай бетіне салып, бетін жауып 20 минутта пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Мен тағамымыз дайын. Сізге де жасап көріңіздер. Ас болсын. Егер каналым пайдалы болса, лайк басып, ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.